Думанға келіп отырғанымыз, алдында келдік, кішкене ашық болды, енді жабық қылып отыр. Ол жабық деген сөз, ешкім халықтан ешкімнен сұрамай, апарып Жыланбаев сияқты ақырын ғана соттап тастамақшы. Себебі қазір міне уже қазір кеп, мына әкімшіліктің адамдары, прокурорлар кеп, сендер заңсыз митинг өткізіп жатсыңдар, заңсыз жиналыс дейді. Бұл жиналыс емес. Қылмыскерлердің, адам өлтірген қылмыскердің өзі сотта ағайын туысқандар кеп қорғаушылармен қорғайды. Олар мынау деген кәдімгі бір қазақтың баласы, қазақтың батыры, қазақтың құлағы, қазақтың тілі, қазақтың көзі, ол бұл кім? Думан. Ал соны енді біз соны қазақтың баласын соны қаматып қойып соттатып жасақ, онда біздің елдігімізге сын болады. Біз оны қалай да болмасын шығаруымыз керек. Міне, қазір енді мына Рысбек айтып жатыр ғой, әкімшілікке рұқсат тастап қойды Алматы қаласына. Митингке рұқсат деп 5 күннің ішінде хабар береді деп. Бермесе де шығамыз деп отыр. Себебі одан да біз Думанға әрекет етуіміз керек. Думан үшін 200 адам қамалсақ, мейлі қамасын. Есесіне біз Думанға өзіміздің көмегімізді көрсетеміз. Мен баяғыда өзің ешжан білесің, міне мына жерде қазір жабық сот жасап отыр, бірақ біз кетпейміз. Біз сол үшін келдік. Думанды соттатып қойсақ, ол қазақтың ертең жолы жабылады. Думан өзің білесің, қаңтарда 9 ай болады. Неге Думанды қамады? Мына Қытайға визасыз режим орнатты. Соған Думан бірінші болып қарсы шықты. Бүкіл елді жинап, Думан артына адам ерте алатын адам еді. Соны айтып отыр енді. Қазір Думанның айтқанын енді бұлар ақырын мына Қытай кіру керек, қаптау керек. Олар жұмысқа келіп жатыр, Қытайлар орнығып жатыр, азаматтығын да алып жатқандарды естіп жатырмыз. Мен өзімнің жоқ дегенде бір 20-25 Қытайды білем жұмысқа орныққан. Ауылдар келіп жатыр. Даже мен Амангелді деген ауылға 10 Қытай кеткенін көрдім. Жұмысқа, қара жұмысқа. Ал ертең қазақ өз жұмысы жатқан кезде осының бәрі бізге ертең қиын болады қазаққа. Соны Думан жеткізіп, қазаққа айтып жүрген Думанды сөйлетпеудің тәсілі. Оны соттап қазақтың аузын жабу керек. Өзің білесің, кезінде біздің 5 жігіт болды өзің. 2019 жылы. 2019 Қызылағашта тура осылай соттамақшы болды. Түрмеге тығып алды. Ешқандай мына бостандық бермей, үйге қамауында да алған жоқ. Апарып соттатса, онда өзің бар, бәріміз бар. Сол кезде бүкіл халық болып 2-3 мың адам шығып, соны соттан шығарып алды. Халық көп терең батырады, көп қорқытады дейді. Ал бұл жолы міне қазір Думанның артында елдердің бәрі қолдап отыр, үй дейді. Бірақ мына қаңтардан кейін үркітіп, қорқытып, осында атеистеді. Қазақты қырып, ертең ешкім шықпасын. Отыру керек бәрі. Біз білгенімізді істеуіміз керек деген бір үлкен артында қағида жатыр бұлардың. Сол кезде мен өзім білесің, соны оқып жүрсем бе. Ақындығыңыз бар ғой. 5 жігіт бар. Сол 5 жігітке жазғаным бар. Сол кезде өзің білесің, бірінші ең алғаш 30 жыл Назарбаевтың режимінде қазақты қаншама қазақ сотталып, қанша қазақ өлді. Сол 5 жігітті халық сол кезде шығарып алды. Соны көргеннен кейін мен ақын ретінде соған жазғанымды бүгін бір жариялап жүрсем деп отырмын. Сол 5 жігітке елден шыққан 5 батыр деп халық қорғап алды, түрмеден шығарып алды. Қарды қауып жортқан жонды көкжалдар, қасқырлар ғой, қандас үшін кек алған, жау қайдалап көкке ұлып жаңғыртып, тау ішінен шыға келді 5 арлан. 5 жігіттің ыза кернеп кеудесін, еркекпіз деп бұғып қалсақ елгесін, қазақ тұрған Қытайларды бас салды, үнсіз жүрсек не болар деп ертеңін. 40 Қытай құлап жатты ыңырсып, қалғандары үрке қашты дүрлігіп, 100 шүршітті жайпап қайтты 5 батыр, дегендей қазағымды біл жүріп. Біз білмейтін Қытаймен көп келісін, жау жоспарын бұзып кетті 5 ұлым, ойда жоқта орта жолдан ойрансап, көрсеттіңдер бауыры жанның ерлігін. Мына жүйе қамап алды жау санап, қылқ етпеді 5 арланым сауғалап, бөрілелі түгел тұрып қорғап ап, 5 батырын алып қайтты қаумалап. Бостандықтан символындай бұл күнім, елмен ері қуантқан күн бір-бірін, жылағандай нөсерлетті түн бүгін, қуанғандай күндіз төкті күн нұрын. Бір марқайып жасап қалды бар халқың, жан аспандап қуанғанай жастардың, елі мақтап, қызы жақтап 5 ұлын, қасқырлар деп мәз боп жатты қарттарым. Білсін әлем батыры көп ұлт барын, білсін Қытай қас ұрпағын ғұндардың, ерлігіне 5 батырдың тәнті боп, бірақ күнде барша қазақ рухтандың. 5 батырым бабалардың арманы, 5 батырым болашақтың ардағы, көк түркінің көк бөрлі елінің, 5 батырым қайта тұрған арланы. Рахмет. Бүгін осы біздің арланымыз, біздің мына Думан батырымыз, батыр деп көпшік қоймай, осы батырдың батыр ел болса батыр болады. Соның артынан ел түгел келуіміз керек. Біз соттатпауымыз керек. Біз қалайды болмаса шығаруымыз керек. Батырымызды бүгін өшірсек, ертең батыр шықпайды. Баяғыда Ілияс Жансүгіровтің сөзі бар ғой, кемеңгерді қайдан аламыз?
өзіміз қолдай алмасақ деп. Сол үшін қалай да болмасын біздің думанға бостандық.